Құрметті оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналының дамуына үлес қосып, мағыналы ақындар, даналар сөзін экранға шығаруға атсалысып, тіркеліп отқан әрбір жанға алғысым шексіз. Шаңырақтарыңыз берекелі болсын. Елемеген адамның қаға берме қақпасын, жалбарынып жалынба, біліп тұрсаң ашпасын. Ол қақпаның артында надандықтың жүгі бар, кекіреген кеуденің тәкаппарлық түгі бар. Жақсы күн жақсы өмірге себеп болар, жақсы сөз жан дүниеңе керек болар. Жаныңызда жақсы адамдар жүрсе егер, жақсының сөзі жанға медет болар. Хақ мұсылман кім болар? Айтса сөзі шын болар. Рахым, ұят, ар, ынсап, төртеуі болса дін болар. Төртеуінің бірі жоқ, бойында иман нұры жоқ. Құр айтқанмен болама, мұсылмандық түрі жоқ. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуре етеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Еш қашан құламаған адам ұлы емес, құлағаннан кейін қайта тұра білген адам ұлы. Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше. Әкең болсын бағыт беріп басқарар, анаң болсын жан сырыңды ақтарар. Тірі жүрсе ата-анаң қасыңда, Алла қолдап басыңа келіп бақ қонар. Адамдардың іздегендеріне қарап, кімге керек екенің көрінеді. Іс-әрекеттеріне қарап, кімнің бағалайтынын білесің. Бірақ кім үшін қымбат екеніңді уақыт көрсетеді. Қара нанға тойған соң қайғын етер, қара суды ішсең де дәмі шекер. Алтынданған төсекте жатсаң дағы, денсаулығың болмаса бәрі бекер.